Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендермен бірге Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы нөмірі 1 мектеп-гимназиясының тарих пәні мұғалімі Садыкова Айжан. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын ой қозғау мақсатында тұлғаны тану. Жарайсыңдар, балалар. Яғни, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ислам, ғылым және мәдениет. Сабақтың мақсаты ислам, ғылым, мәдениет туралы мағлұматтар алу, жалпы рухани адамгершілік қасиеттердің маңызын түсіну, сыни тұрғыдан ойлауды қалыптастыру. Бағалау критерийі: тұлғаны таниды, термин сөздердің мағынасын түсінеді, мәтіннен түсінік қалыптастырады, ғұлама ғалымдардың өмір сүрген жылдары мен шығармаларын жазады, ислам дінінің маңызын түсінеді, исламның батыс мәдениетінің дамуына ықпалын анықтайды. Сонымен қатар, бүгінгі сабақта кездесетін термин сөздермен танысыңдар. Хикмет: адамдық құндылықтардың ең жоғарғысы. Хал ілімі: сопылық ілім. Бұл ілім теккеде, ханакада арнайы ықыласты шәкірттерге ғана үйретілген. Жалпыға бірдей қал ілімі оқытылған. Қал ілімі хал іліміне өтудің бірінші сатысы деп есептелген. Қал ілімі сөз, білім деген мағынаны білдірсе, хал ілімі адамның ішкі сезімін, күйін, халін реттеуді үйреткен. Ислам алғаш ғылым мен өркениетті дамытушы ретінде адамзат тарихынан орын алды. Адамзаттың ең асыл қазынасы ол тілі. Себебі адам тілі арқылы өзінің дүниесін, ішкі әлемін, сезімі мен танымын, өнері мен мәдениетін, діні мен ділін түсінеді, таниды, танытады. Әлемге тіл білімі теориясының негізін салып берген Махмұд Қашқари болатын. Махмұд Қашқари Ыстықкөл жағалауында Барысқан деген қалада 1029-1101 жылдары өмір сүрген түрік ойшылы, ғұлама, ғалым. 1073-1077 жылдар арасында Диуани лұғат ат-Түрк деген еңбегін жазды. Бұл кітап негізінен арабтарға түркі тілін үйрету үшін жазылған болатын. Қарахан мемлекетінің тарихы, елі мен жері, ру тайпалары, тегі мен тілі, мәдениеті, әлеуметтік өмір салты, тұрмыс салты, аңыз әпсаналары қамтылған еді. Тіліміздің бүгінгі грамматикалық құрылымы, лексикалық түп негіздері, сөз сыныптамалары, сөздің шығу тегі туралы теорияларды осы еңбектен табамыз. Жүсіп Баласағұн 1021-1075 жылдары Баласағұн қаласында дүниеге келген ойшыл, ғұлама, ғалым. Мемлекет философиясы туралы парасатты ел болу жайлы Жүсіп Баласағұн 1070 жылы Құтадғу білік деп аталатын еңбегін жазды. Қожа Ахмет Ясауи бабамыз ежелгі Испеджаб, яғни Сайрам қаласында 1093-1166 жылдары өмір сүрген. Диуани хикмет атты еңбегін хикметтері арқылы жазып қалдырған. Еңбекте Алланы танудың рухани әдістемесін, тәжірибесін хал және мақамдар арқылы ашып көрсеткен. Алланы тану өзіңді танудан басталады. Кім өзін таныса, Алланы таниды деген пайғамбарымыздың нақылын хал ілімі арқылы ашып танытқан. Зағип болып туып, фәни жалғанның жарық сәулесін көрмей, бақиға озған Ахмет Югенеки Түркістан маңындағы Югенек қыстағында 11 ғасырдың соңында дүниеге келген. Әдеп Ахмет Югенеки ақиқат сыйы деген еңбегін
бізге мұра етіп қалдырды. Бұл еңбекте адамның ары, сабыр, иман, ихсан, махаббат, тілге беріктік жазылады. Сонымен қатар, исламның батыс мәдениетінің дамуына да ықпалы зор болғанын көреміз. Құран кәрімнің әлемдік ғылымның дамуына қозғау салуына, ислам өркениетінің қалыптасуына, адамның рухани кемелденуіне тигізген рөлін мойындаған орыстың ірі ақыны Пушкин орыс тілінде, Гете неміс тілінде Құранды жырға қосты. Әлемге танымал жазушы Лев Толстой да Құран кәрім ілімімен терең танысып, Мұхаммедтің пайғамбар екенін мойындап, ислам дінін жоғары бағалады. Исламда тірі жандардың суретін салуға тыйым салынады. Алайда, бұл жағдай исламдағы сурет, мүсін салу өнеріне кері әсерін тигізбеді. Адам мен жан-жануардың суретін көмескі, ұқсас бейнеде салу өзіндік ерекшелікпен дамыды. Мұсылмандар сонымен қатар суреттің орнаментализм өнерін де дамытты. Геометриялық ою да кең өрістеді. Оюдың соңғы түрі эпиграфиялық фриз, яғни араб әріптерімен жазылған ою дамыды. Ою көздің музыкасы демекші, оюмен кез келген бұйымды, мешіттің жақтауын, порталын, ғимараттың қабырғасын, үйге арналған кілемдерді немесе кітаптың бетін де әшекейлеуге болады. Ислам мәдениетінде сонымен қатар каллиграфия өнерінің де орны ерекше болды. Каллиграфия дегеніміз, яғни Құдай сөзін графикалық түрде жаңғырту болып келеді. Мысалы, мешіттің қабырғаларында Құраннан алынған аяттардың міндетті түрде болуы осымен түсіндіріледі. Ислам өнері екі салада, сәулет және қол өнерде жоғары дамығандығын көреміз. Мұсылман сәулет өнерінің жетістіктері өте маңызды. Шығыстық ғимараттар құрылысында аркалар, бағандар, күмбездер кең қолданылған. Сарайлар мен қорғандар ою өрнектермен, мозаикамен әшекейленген. Кесене, мешіт, медресе құрылыстарының сырты да, іші де түрлі түсті тастармен безендірілді. Ал енді балалар, тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: берілген кестені пайдаланып, ғұлама ғалымдардың өмір сүрген жылдарын, шығармаларын жазыңдар. Тапсырманың дұрыстығын тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма: топтастыру әдісін пайдаланып, ислам дінінің маңызын жазыңдар. Тапсырманың дұрыстығын тексерейік. Яғни балалар, ислам дінінің маңызы адамзатты ақыл-парасатқа шақырады, адам жүрегіне нәр береді, сенімділік ұялатады, ар-ождан мен абыройды қорғайды, адамгершілікке үндейді және адами қажеттілікті өтейді. Үшінші тапсырма: сәйкестендіру кестесі. Сәйкестендіру кестесін тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Кері байланыс: білгенім, білдім, білгім келеді. Үйге тапсырма: ислам діні және әлем тақырыбында эссе жазу. Сау болыңдар.